біздің алдымыздағы тұрған заттарды атап өтейікші. Нелер бар бізде? Су, сағат, қол, Және гүл, иә? Гүлі және тірі табиғатта. Яғни біз зерттеу жұмысымызды бастамай тұрып, балалар, бірінші қауіпсіздік ережесін айтып өтейік, иә? Бізде қолымызды сүртетін орамалдар бар. Яғни құмды, тасты су ұстағанда біз қолымызды сүртеміз. Құмды ауызға салуға болмайды, иә? Тасты ауызға салуға болмайды. Енді жұмысымызды бастаймыз. Бірінші, Али, құмға су құя қойшы кішкене. Құмға суды құйып, араластыр. Құмнан не пайда болды бұл су құйғанда? Бақ пайда болды, иә, жарайсың. Ал сен мерей, тасты суға сала қой. Тас сала қой. Не істеді тас суға? тас суға батқан, өйткені оның салмағы ауыр. Тас суға салғанда ерей ме? Жоқ. Ерімейді. Әрекеті дұрыс айтасың. Ал енді келесі суымызды енді құм салып көрелік. Құмды суға салып көрейік. Судың түсі өзгереді ме екен? Суымыздың түсі қандай болды? Неге айналды суымыз? Қандай болды суымыз? Лас болды, иә? Кір болып қалды екен суымыз. Ал енді гүлге не үшін су құямыз, балалар? Өсу үшін. Өсу үшін екен, иә? Құя ғой. Гүлге су құймасақ не істейді олар? Құрап қалады екен. Гүліміз нере? Тірі табиғатқа жата ма, өлі табиғатқа жата ма? Тірі табиғатқа жатады екен. Жақсы. Жарайсыңдар. Ал енді қолымызды не істейміз? Сүртеміз. Ал енді балалар, жарайсыңдар. Біз бүгін өлі табиғат және тірі табиғатқа зерттеу жұмыс жасадық. Сендерге ұнады ма бүгінгі жұмысымыз? Иә, рахмет сендерге. Саф алтын судында біз мәңгі